Достар, менен көп адамдар сұрап жатады, не дәрі мынау дейді да. Бұл дәрі емес, достар. Бұл БАДы да емес. Бұл 5-ші поколенияның биохакинг өнімі, молекулярный водород. Биохакинг дегеніміз не? Биохакинг дегеніміз медицина саласындағы жаңадан ашылған ғылым. Адамның ұзақ өмір сүруін зерттейтін, адамның жаңару, жасару процесін зерттейтін ғылым. Сол технологиямен жасалған өнім. Қазіргі таңда байқасаңыздар, жасы болсын, кәрісі болсын, яғни таңдап атқан жоқ, көбісінде инсульт, инфаркт, давление, сахар, яғни қанмен байланысты әртүрлі аурулар. Ол неден пайда болады? Ол біздің қазіргі таңдағы дұрыс тамақтанбау, стрессіміз бар, экологиямыз бар. Кейбіреулерінде жаңағы тұқым қуалаушылық аурулар бар, осының барлығы бірнеше факторлар болады. Сол себептен біз для профилактики, егер мынаны, магний H2-ні бір капсуладан болсын профилактика үшін ішіп отырсаңыз, ұзақ уақыт ішіп отырсаңыз, сіздің ең бірінші қан тамырларыңыз тазаланады, сіздің қан құрамыңыз реттеледі, сіздің клеткаларыңыз жаңара бастайды. Яғни сіздің клеткаңызға питание береді, оттегі мен сутегіні қамтамасыз етіп отырады. Сізде кисло-щелочной баланс тепе-теңдігін ұстап тұрады, яғни қышқыл мен сілтіні бірдей етіп тепе-теңді ұстап тұрады. Қазіргі кезде көп адамдарда қышқыл көбейіп кеткен, яғни тепе-теңдік бұзылған. Сол кезде де әртүрлі аурулар болып жатады. Онкология бар, басқасы бар, Енді қараңыздар, бұл өнім ешқандай побочка бермейді. Бұл натуральный, құрамында магний мен сутегі ғана бар. Сутегі ол молекулярный, яғни ең кішкентай молекула болғандықтан, ол өте шустрый молекула. Именно осы сутегінің көмегімен қай жерде қандай проблема бар, өзі ретке келтіріп шеше бастайды. Ұзақ уақыт ішкен адамдардың кәдімгідей клеткалары жаңарып, жасару процесі біліне бастайды. Ал егер сіздің конкретно хронический ауруларыңыз болатын болса, оған да пайдаланып, жақсы результат алып жатқан адамдар қаншама. Сондықтан да көп ойланудың қажеті жоқ. Өзіміз жауапкершілікті өзімізге алып, сапалы, саналы өмір сүруімізге өздеріңіз ғана көмектесе аласыздар. Әрине, барлығы Алланың қолында, бірақ бізге мүмкіндік беріледі.